Жалпы ғалымдардың айтуы бойынша адам шапалақ ұрса ми демалады екен. Неге? Өйткені сигнал береді екен. У него праздник деген секілді. Адам жайдан жай отырып алып шапалақ ұрмайды ғой, үйдің ішінде бір қайғырып отырсаң өзіңмен өзің. Тек көңілді отырғанда адам шапалақ ұрады, сол миға сигнал. Жалпы миға сигнал береді, өйткені мидың көзі жоқ қой енді. Ол не істейді, соны сезіп отырады. Сигнал. Әр адамның денесіндегі жалпы бәрі бір-біріне қарым қатынасы бар. Дұрыс қой енді, адам бір адамның ішінде. Мысалы, шаш түссе, айтады, адамда стресс екен. Жайдан жай шаш түспейді. Стресс пайда болса, бір нәрсені уайымдасаң, бір нәрсені қайғырсаң, стресстен шаш түседі. Ана адамның қасы бар ғой? Қас па? Сол түссе, мидың бір клеткасы өлді деген сөз екен. Өйткені қас көп түспейді ғой. Сонда мидың бір клеткасы өлсе, қас түседі екен. Біз оны отырып алып, қуанам деп отырамыз ғой. Сол уже мидың жайлап істемей бара тұрған екен. Былай қарасаң енді қас түскенге адам соған сене ме енді? Қасын жұлып тастаса. Қазір қоғамда байқасам, қасын вообще жұлып тастайтын қыздар, жеңгелеріміз бар. Көресіздер ме сондайларды? Олар уже бірінші тал жұлғанда ана ауырады екен. Екіншісінде нормально, үшіншісінде уже ауырмайды. Арғарай уже ми өліп жатыр ғой уже. Уже ми өліп жатыр уже. Уже бір жағы өлді. И мын жағын жұлып тастайды, екінші жағы өлді. Сосын не істейді? Ми істемеген адам. Сосын өзінің бетіне сурет салады. Енді оны ми істемеген адамға не сұрайсың дегенде отырып. Бар қас жұлып тастап, орнына қасқа сурет сала ма, мысалы шығарып. Уже ми істемейді ғой, оған ренжудің қажеті жоқ уже. Ол не істеп не қойып жатқанын өзі білмейді. Ол көзі, аяқ бәрі істепті, бірақ ми істемей тұр ғой, көз бәрі. Енді бар қас жұлып тастап адам сурет сала ма, бетімен былай қарасаңыз. Сосын уже қасына сурет салғаннан кейін уже ерінін өсіреді уже бар ғой. Ми жоқ қой, ми жоқ адам енді не істейді енді бар ғой, ерінін өсіреді уже, ерін. Уже ерін өсіргесін төмен қарай түседі уже бар ғой, бүкіл жерді өсіріп шығарады уже. Өйткені ми істемейді ғой, оған несіне ренжисің құрсын, не істеп жатырған. Ми бүкіл жерін өсіріп шығады да, бір айдан кейін қарасаң, уже кішкентай күшік ұстап алған Инстаграмда тұрады бүйт. Ми істемейді ғой, ми істейтін адам күшікпен тұра ма енді? Вообще байқайсыздар ғой, ми мына өзі баш қасын жылт сағандардың өздері де фотоға түскенде прямой түседі. Өйткені бүйт қырымен тұрса өзі қорқады бар ғой. Байқайсыздар ма, қырымен тұрғанда теп-тегіс болып кетеді ғой, жоқ қой енді жаңағыдай. Бұрын қазақтың қыздары фотоға түскенде, байқасаңыздар, Инстаграмға салады ғой, бүкіл жері жабық, беті ғана ашық тұратын еді. Қазір бетін смайликпен жауып тастайды да, қалған жерлері ашық тұрады бар ғой. Ол несіне ұялып тұрғанын деймін да, бүкіл денесі көрініп тұр ғой. Қазір сондайлар көбейіп кетті қазір. Жалпы негізі мен осы концертте бір әйелдер туралы айтпайын деп ойлағам. Негізі болмайды екен. Бір әйелдерсіз концерт бір түрлі секілді, бір айтпай қойсаң бар ғой, бір айтқың келіп тұрады. Өздері де жақсы көріп отыр. Енді жоқ, көп айтпаймын, қысқа ғана. Сіздер туралы емес, тақырып басқа. Негізі әйел адам өзі гормон болады екен. Адреналин деген гормон болады ғой. Адам бір нәрседен қорықса, сол адреналин деген гормон бүйтіп деп жарылған кезде адам денесінде қан айналады екен қорқыныштан. Американский горкаларда бірдеңелерде істейді ғой, американстар, японстар, сонда адреналин алады ғой. Бізге ол адреналин, американский горка керек жоқ. Біздің адреналин айдың соңында кредит келгенде өзі жарылады. Сонда жаңағы әйелдердің несінде окситоцин, жігіттердікі тестостерон, оны жаттап алдым. Тестостерон. Өзіне ат айтып тұр, тестостерон деген жаңағыдай. Анау окситоцин деген екен, аттарда қызық екен. Сонда әйел адам вообще негізі күшті сөйлеу арқылы алады екен. Күш жинайды екен сөйлеген сайын. Бірдеңе сөйлеп жатса, ол содан автоматически ол өздері білмейді, ол сөйлемей қалса энергия кетіп таусылады да. Сол үшін сөйлей бастайды екен да. Біреуді жамандаса екі есе күш олады екен бар ғой. Біреуді жамандап отырғанда рахаттанып отырады ғой. Байқайсыздар ма, қан деген айналысы деген күш болады. Еще түрлері эмоция. Телефонмен сөйлескенде эмоция оны көріп тұрған жоқ, негізі адам сөйлесіп отырған, бірақ сонда да деп кәдімгі күш сөйді. Біз еркектерде тестостерон деген еркек энергияны үндемей отырып алады екен. Біреумен ол сөйлессе, наоборот, батарейка отырады бізде. Біз тыныштықты жақсы көреміз. Көп еркектерді байқасаң,
тыныштықты жақсы көреді. Сөйлеп қалса нервін ұстайды. Әсіресе әйелің сөйлеп отырған кезде кәдімгідей қойшы. Үндемей көбіне еркектер өздері телевизордың алдында отыратын еркектер болады. Просто энергия жинап отыр да. Вообще зарядқа той болып отыратындар бар ғой үндемей. Ойлайсың ғой, вроде акас көп сөйлемейтін адам ұзақ жасайды екен еркектерде. Өйткені ол кәдімгідей энергиясы көп болады. Мына кейбір жігіттер болады, оказывается, айтады ғой, пиво ішсе женский гармония көп болады деген. Шынымен екен. Мына кішкене спиртной ішсе еркектің денесіне жаңа окситоцин деген әйел адамның гармониясы келеді да, ол уже ішкен адам, уже байқасаңыздар, өсек айтқыш болады уже. Ішкен адам байқасаңдар, кафеге бір жерге барсаң, 4 еркек сөйлесіп жатса, кәдімгі кеше барғам, ол деген бәке не қойып деп 4-еу әңгіме айтып отырады. Кәдімгі әйелдер секілді әңгіме айтады, өздері байқамайды. Екінші күні не окситоцин жоқ, не тестостерон жоқ, өзімен өзі жүреді жаңағы. Окситоцин іздеп жүреді өзімен өзі. Тестостерон қайда деп, тез бірдеңе тауып алсам екен деп жаңағы. Ішпей отырған еркектерді қарасаң, тақырып жоқ, ортаға салатын. Телефон шұқылап, сол өзің демей, тестостеронын жинап, сол отырады. Бұрын мына әйел адамдар неге өзінің күйеуіне 50-60 жасқа жеткенше, күйеу 50-60 жасқа жеткенше энергияны күйеуінен алады. Сөйлей береді. А уже 50-ден асып 60-қа жақындағанда еркекке уже әйел адамның сөзі өтпейді екен акасы. Уже бронированный болады уже. Спокойно отыра береді бір ғана, сөйлеп жатыр ма, таң-пың, кетіп қалады сөздер, таң-пың, өзімен таң-тың дейді, болды, өзімен өзі неме тұрады. Сол уақытта әйел адам не істейді? Ол кісі окситоцинді жоймау керек, батарек. Автоматически күйеуінен стрелканы келініне бұрады екен уже бар ғой. Уже келіннен алады уже бар ғой, энергияны алады. Біз өш алады дейміз, ол энергия алады екен акасы. Жоқ, ады секілдіңіз ғой кәдімгідей. Енеңіз энергия. Жоқ, мен мысал айтып отырғам, өйткені ене деп жатырмыз ғой, ене қазір күйеу балаға да тиісіп жатады, кейбір енелер бар. Күйеу баласынан күш алатындар бар. Күйеу баласына тиісетін енелер шыққан қазір. Бұрын келінге тиісетін еді, қазір күйеу баласына покой бермейтін енелер бар. Бұрын біз айтатын едік, әйелінен қорқады деген. Қазір уже мына заманда уже әйелін жағына автоматически ауысып кеткендер бар уже. Өзінің әке шешесі төркіні сияқты болып кеткен. Қайын жұртымен бірге тұрады, папа мама деп әйелінің өзінің папа мамасының арасында бір бөтен адам сияқты. Қалдарың қалай? Тірісіңдер ме әйтеуір деген секілді жағына. Ана жаққа жанын беріп, дымы қалмай жүретіндер бар. Баяғыда қыздар жағдайына қарап шығады дейтін еді, қазір жігіттер жағдайына қарап үйленетін болып тұр қыздың. Да, түріне қарамайды, жағдай жақсы болса болды әйтеуір. Қиналғысы келмейді, қазір сондай заман болып жатыр. Мен бір досым бар, атын айтпай-ақ қояйын, қайтем енді. Әкесі, анасы бар, бірақ мұн жақта тұрады. Мен айтым, сен деген қол аяғың балғадай нормальный жігітсің ғой. Есің дұрыс па? Айдың күн аманды. Не қылырсың ол жақта? Заводтар бар, фирмасы бар, просто жүріп. Әкең мен шешең жағдайын сіз қай жақта жүрсің де құрсын. Әкесі мен шешесі қаланың шетінде тұрады. Жақында өмірден өтіп кетті жаңағы. Білем, әкесі қай үйде тұрғанын. Бірақ зират басында мақтанып тұр ғой. Жаңа жігіттерге айтады, достарын жинап алған айтады. Ана зираттың ортасынан бір жер тауып алыпты, мақтанып тұр. Мына жерді әзер таптым, әкеме не аяйым дейді. Мен білем ғой енді. Мен айтамын да, тірісінде сол центрдан үй алып бермедім бе, жақсы көрсең. Енді өмірден өткеннен кейін не керек ол кісіге енді? Жұмыстан кешіп қала ма? Мәз болып тұрды. Біз енді көбіне байқасаңыздар, кейбір жігіттер бар, кәдімгідей уже қайын жұрт жаққа қарай ауысып кеткен, әкесі мен анасын бір арасында ғана көріп, не қылып тұратын. Жағдайың келе ме? Қайын жұрт емес, өз жұртыңды ойла. Жігіттер, өмірден өтеміз ғой барлығымыз. Ешқашан күйеу баланы қайын жұртына апарып жерлемеген. Мынау атасымен жақсы еді деп оның қасына көнбейді. Немесе мынау енесімен жақсы еді деп. Балдыздарымен күштет, соның қасына жатсын демейді. Бәрі өзің туыстарын қасына апарып жерлейді. Сол кезде не айтасың? Келдің бе деп сұрайтын шығар, енді қайдан білейін ол жақтан жаңағы. Мәңгілік өмір сол жақта ғой, мәңгі бетіне қарай алмай жүресің ба ата бабаң? Келімді де сол жаққа жерлейді. Жұмақ анаңды ойлау керек жігіттер. Жұмақ анаң табан астында дейді. Мынандай сөз жоқ, жұмақ ененің табан астында деген.